Саламатсыздар ма? Екінші сынып дүниетану пәні бойынша қауіпті табиғат құбылыстары жайлы айтатын боламыз. Бізде сабақтың мақсаты табиғаттағы қауіпті құбылыстар туралы білімдерді кеңейту, білім беру міндеттері негізгі табиғи апаттарды атауды және оларды сипаттауды үйрену болып табылады. Дамыту міндеттері жайлы айтатын болсақ, қауіпті жағдайларда дұрыс әрекет ету дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Тәрбиелік міндеттер қоршаған ортаға ұқыпты қарауға және өзінің қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға үйрету болып табылады. Табиғат құбылыстары дегеніміз не? Табиғат құбылыстары бұл табиғатта адамның қатысуынсыз болатын кез келген өзгерістер болып табылады. Олар біздің планетамызда үнемі болып тұрады. Кейбір құбылыстар әдемі және қауіпсіз болса, енді біреулері адам өміріне, мүлкіне қауіп төндіруі мүмкін. Табиғат құбылыстары жердегі өмірдің маңызды бөлігі болып табылады. Қауіпті табиғат құбылыстарының түрлері. Су тасқыны. Су тасқыны дегеніміз не? Бұл өзендердің, көлдердің немесе теңіздердің жағалаудан шығып үлкен аумақтарды су басуы болып табылады. Неліктен болады? Көп жауын-шашын, қардың тез еруі немесе мұздықтардың бөлуінен пайда болады. Қауіптілігі жайлы айтатын болсақ, үйлерді, жолдарды бұзып, адамдар мен жануарларға қауіп төндіреді. Келесі, қауіпті табиғат құбылыстарының түрлері. Дауыл. Бұл өте қатты жел, ол ағаштарды құлатып, үйлердің шатырларын жұлып әкетуі мүмкін. Дауыл кезінде сақ болу қажет. Құйын. Бұл айналмалы ауа бағаны жер бетінде пайда болып, барлығын жолында бұзып өтеді. Өте қауіпті және жылдам құбылыс болып табылады. Қауіпті табиғат құбылыстарының түрлері. Жер сілкінісі. Жер сілкінісі дегеніміз не? Жер астындағы тақталардың қозғалуынан жер бетінің дүрілдеуі болып табылады. Неліктен қауіпті? Үйлерді бұзып, көпірлерді қиратып, адамдарға зиян келтіруі мүмкін. Қалай әрекет ету керек? Егер жер сілкінісі болса, үстелдің астына кіріп, немесе қабырға бойында тұру қажет. Келесі бізде қауіпті табиғат құбылыстарының түрлері, яғни қар көшкіні жайлы айтатын болсақ, қар көшкіні дегеніміз бұл таулардан жылдан төмен қарай сырғитын қар массасы болып табылады. Ол өте қауіпті және жолдардың барлығын басып қалуы мүмкін. Қауіптілігі жайлы айтатын болсақ, адамдарды, үйлерді және көліктерді қар астында қалдыруы мүмкін. Қалай пайда болады? Көп қар жауғаннан кейін немесе температураның күрт өзгеруінен туындайды. Сақтандыру, яғни таулы аймақтарда жүргенде, әсіресе қыс мезгілінде өте сақ болу керек. Ескерту белгілеріне назар аударып жүру қажет. Келесі, қауіпті жағдайларда қалай әрекет ету керектігін айтатын болсақ, ең бірінші тыңдаңыз. Қауіпті қауіпті құбылыс туралы ақпаратты мұқият тыңдаңыз. Яғни жаңалықтардан ауа райының қандай болатынын ескеріңіз. Екінші, жоспарлаңыз. Үйден қалай қауіпсіз жерге жету керектігін алдын ала ойластырыңыз. Келесі, үшінші, дайындалыңыз. Қажетті заттарды, яғни су, тамақ, дәрі-дәрмек дайындап қойыңыз. Келесі, баспана іздеңіз. Егер қауіп төнген жағдайда қауіпсіз жерге паналаңыз. Келесі, ең соңғысы, көмек шақырыңыз. Қажет болса, құтқару қызметіне хабарласыңыз. Келесі бізде бейнеролик. Қауіпті табиғат құбылыстарынан қорғану. Осы бейнеролик арқылы қауіпті табиғат құбылыстарының, яғни қалай қорғану керектігі туралы көбірек білеміз. Мұқият тыңдап, маңызды ақпаратты есте сақтаңыз. Осы нені басып, бейнероликті көруге болады. Енді келесі бізде қорытындылай келетін болсақ, бізде бүгінгі сабақта біз табиғаттың қауіпті құбылыстары туралы